қазір порталды түзету керек. Иә. Енді память искусственный интеллект деген нәрсе бар. Ол деген память деген не десеңіз, бір былай айтқанда заметке ұқсайды. Запись кетті. Память. Мысалы, запомни, что я люблю писать музыка дедім. Міне. Түсініксіз ғой, неме жаздың сен? Қазір түсіндірем сол. Басында түсініксіз. Память обновлена деген шықты, көрдіңіздер ма? Енді былай айтқанда жаттап алды. Запомни. Енді керісінше жаза аламын мен. Мына чатта отырмын ғой. Тағы басқа чат толып кетті ертең. Енді керісінше запомни емес, забудь. Забудь. Забудь, что я люблю писать музыку дейді болды. Несі қалды, жақын алып. Міне, готово. Болды, память. Бұл не дейсіз ғой? Мен мысалға ретінде көрсеттім. Запомни, что мне давай все ответы на казахском языке дейміз. Оны настройке кіріп, ана алдыңғы сабақтарда бар, ағайда көрсеттім. Мына жақта настройке кіріп, настроить деп, бүкіл предпочтеміз жазып, қайта өзгертіп жатпаймыз, целый. Ішінде бір ақ затты өзгерту керек, бір маған бүйтіп отыршы. Мысалы, мен әкеліп жатырмын бүйткізіп. Ағайға әкеліп беремін, ағай айтады. Өтініш, қасықты ішіне салмай әкел дейді. Салмай әкеліңіздер қасықты ішіне мынаны. Келесте мен жақсы жаттап алдым. Мына кісі келе жатыр, мынаған қасықты салмай әкеліңдер дейді. Болды. Солай. Пожелание, краткий пожеланияларыңыз. Память. Бұл памятьна сақтап отырады, памятьтерді қарап обновить етуге болады. Ана кеше целый тонкий настройка дедік. Ол мен ғылыми жақтан жауапты алғанды қалайын, бүйтемін, сөйтемін, менің атым Ахметбек, мен былай істеймін, ол вообще настройка. Настройка бөлек, память бөлек. Настройка бейімдеу ғой. Мынаны бейімдеп қойдық настройка. Мынаны қалай жасау. Енді мынаны қалай қылып қадайт ету, қалай қылып не істеу, немесе қандай нәрселерін істеу, келесі барлық чаттарда, барлық ашқан жауаптарыңызда міндетті түрде соны ескеріп жүреді. Ескеріп отыру былай айтқанда память. Ескеріп қой деген сөз. Ескеріп. Настройкаға кірдік, памятьқа кіреміз қазір. Басқа мақалаға ертең мешайт етіп жатса, соны көріп қаласыз, айтпақшы айта қоясыз. Кстати, забудь, тот раз сказал, постоянно включи такие термины деп. Теперь забудь, что я хочу включить эти термины. Ағай айта алады. Енді қалай болса да әкеле беріңіздер, қасықты бөлек салып, міндетті түрде емес болды. Мына жаққа кірдік настройкасіне. Оларды памяттарда не бар екенін өзіңіз шолып шығу болады. Мына жаққа персонализация кіреміз. Управление памятью дегенге кіреміз. Управление памятьюдің ішінде мынаны қара. Бик использует булевой операторы в программировании дейді. Бик помогает развитию IT-продукции в Казахстане. Бик родился мен дата рождениемді біледі. Мен не істеймін деп постоянно сенің возрастыңа деп сразу айтып отырады. Сенің возрастыңда бұндай ішкен дұрыс емес деп маған айтады да. Өйткені мен білет қазір 35-ке келіп қалғанымды. Вот, Бек хочет обучить, Бек развивает. Бек постоянно опаздывает, не отвечает на WhatsApp сообщение. Айтып көрдім ағай. Мен кішкене таңғалдырып жіберді. Но мне жаль дейді енді. Жоқ, не мешай жить другим деген жоқ па? Жоқ. Жаль, что у вас сложилась такая ситуация. Давай сізге рекомендациялар айтып берейін енді. Постарайся өзің ұстануға дейді да. Мне очень жаль деді ол. Доктор бар ғой, армян, доктор медицинский наук, сол айтады. Дурак какой-то звонит, если я курю, говорит, сердце стучит, если я не курю, все нормально. Говорит, что мне делать? Нахер ты нужен человечеству? Открой окно, выбросись. Зачем ты нужен человечеству? Сондай айтқан жоқ па саған? Жоқ, олай деген жоқ. Открой окно, выпрыгни с 10-го этажа. Кстати, сосын тағы окно выпрыгни дегенде есіме түсіп кетті. Енді не істеуге болмайтынын айтайын бұл мен. Не в коем случае ешқашан заңсыз нәрсе сұрамаңыздар. Жаман затқа итеретін любой нәрсеге бұл келесіде тырысып алатын, бұл адам сияқты искусственный интеллект болсын, келесіде жауап дұрыс бермей қояды. Соғыс жайлы, наркотик жайлы. Мысалы, қалай бомба жасауға болады, қалай мынаны біреудің аңдып жүруге болады, біреуді кез келген заңға қарсы, бүкіл әлемдік заң деген бар ғой. Таза четко бірелкі білмейді. Адамзаттыққа қарсы бір табиғатқа қарсы. Мысалы, да, как искусственный наркотик жасалды десе. Оны ана жақта главный миын запрограммировать қойған, осындай сұраса, любым путем отказывает жүреді. Істемей қалғанда дұрыс. Сбой беріп қалғанда не істеп кетеді. Болды ғой сонымен. Иә, памятьтарын негізі былай болған жоқ, терең қазбалай берсек көп, основной моменттері осы. Дәне основной момент болды. Одан кейін бұны
пайдалы, Тұра тұра мен айтып ең пайдалы деп айтатыным. Тұра тұршы бір мен. Мынаны қарайтындар ана. Бұл жалпы бұның искусственный интеллекттің не екенін, бұны қай пайдалану екенін жалпы көрсетіп берді. Бұл ағылшын тілін үйрену емес. Ағылшын тілін шынымен үйрену үшін саған 5 жылда керек шығар, өте еркін сөйлеп кету үшін. Сен миың ашқым чиппен қосып бере алмайды да. Хотя бы жоқ дегенде 1 жыл керек. Бір жыл керек кемінде. Болмаса тағы да бір есеп шығаруды мысалы өзің үйреніп кете алмайсың. Ал бұл жалпы немесін көрсетіп берді. Енді бұмен отырып алып 5-6 күнде кіріп істеуге болады, бірақ 1 жыл бойы бұны жетілдіре бердің, бұны шеңге жоқ. Жетілдіре бересің, жыл, 10 жыл бойсын жетілдіре бересің. Бұны қалай пайдалану? Келесі деңгейге. Бұл былай сияқты. Бұл самолет сияқты мысалы да. Самолет қойшыға берсең, ол бір қора темір. Мысалы, болмаса компьютерді ана грузчик базарда тяжкий теріп берсең, бір әшейін темір да. А программист қолына түссе, болмаса бұл бір үлкен құрал. Сол сияқты искусственный интеллект өткен жолы бір жігіт келді бізде, жарнама жазды. Жарнамасы шыққандай сәтті шыққан жоқ, өйткені ол анаған тапсырманы дұрыс бере алмай отыр да. Бұған да білім кішкене керек. Білім керек бұны, фантазия керек. Иә. Фантазия керек. Сосын дұрыс сұрақ қоя білу керек. Дұрыс сұрақ қоя білу, сол фантазия. Дұрыс тапсырма бере білу Дұрыс керек. тапсырма. Және тағы соңғы айта кететін момент, бұны пайдалы қалай пайдаға асыру, адамзаттыққа үлкен пайдасы бар деп қазір бүкіл әлемнің айтып жатқаны. Бұрын тренер үйретуші адамға қазір немесе бір жерден үйрену бір нәрсе қиын. Бұны как личный учителіңіз ретінде қолданады. Мен айтам қазір, перейди в режим. Кстати, жаңа память обновление запомнили қой, енді режимге ауысайым. В мое учитель. Учитель на английском языке. Все, болды, енді оқытушы режиміне көштім. Мына чатта менің мынау тренерім. Так, дайте мне задание на сегодня о грамматика английский казахский. Иә, сол айтады, уровенің қандай нең дейді да. Мінекей грамматика английский казахский қазір не істесе түсіндіріп, мына жерлерге мынаны толтыр дейді, мінекей тапсырма жасап беріп жатыр да. Мынаны істе. Енді күнделікті постоянно ораласыз да, бұның сыртқы немен байланған жоқ, календармен хабарласып, өзі немесе шырылдатып телефонымызды айта алмайды. Ондайға запрет беріп қойған. Адамдар өзі ғана біз обращаться ұмытып кетпей, өзіңіз күнде будильник қою керексіз. Так, бүгін английскийге отырып тастаймын қазір. Сол чатқа ораласыз. Мен үйреніп келдім, мынаны тапсырманы бересіз. Айтады, дұрыс емес, дұрыс. Кәні кішкене жеңілдетейін. Ал енді маған келесі тапсырманы бер. Сөйтіп ментор, тренер ретінде қолдануға келеді. Бір тақырыпты аласыз. Спорт тренер ретінде ағылшын кез келген. Осындай не істеп отыр. Яғни бұны обучалка, яғни үйренетін психолог ретінде қолданады. Психолог ретінде де қолданады. Психологический мен өсте берем, ашулана берем, біреу жазды алдында. Ашулансаң, былай істе терең тыныс, сіздікіне ұқсастар айтады. Терең тыныс ал, бүйте, иә. Мен арақ ішіп қоя берем, істеймін. Оны ойбай ішпе деп айтпайды. Жайлап немен алып келеді. Ситуацияның қиын екенін. Иә, маманың несімен. Иә, кеше мен сұрақ қойдым мен. Иә. Осылай істесем Қазақстанда бола ма дедім. Иә. Айтты, Европада істе, бірақ Қазақстан әлі дайын емес. Заң жүзінде болады, бірақ Қазақстанда опасно істеген деп. Кәдімгі адам ұқсап жауап берді. Иә, сол. Сондықтан сосын бар материалдарды әрқашан салыңыздар. Интернеттен бір материал көріп қалдық. Мына сайтты көріп тұрмыз. Полностью копировать етіп, кстати, платный версиясында не істеуге де болады. Сайттың сілтемесін бере қоюға болады. Сигнал платный ма? Иә, платный. Міне сала салдым. Полностью команда выделить целдерінде бәрін салдым. Енді бұл информация, ана мыж-мыж болып атады, тексттер, біреу бас жоқ, біреу аяқ жоқ тексттер болады. Жыртылып қалған қағаздар деген сияқты бір жерде. Соның бәрін фотоға түсіріп те, скопировать етіп те, саласыздар. Мінекей тарифы мынау бәрін жинақтап береді, мәтіндерді. Жинақтап беріп, оқып, ал ручкамен жазғанды, кстати, тоже таниды. Ручкамен толтырып, тетрадьқа жазып қойған, фотоға түсіресіз, лақтырасыз, печатный болып бортқа айналып береді. Ручкамен жазғанда. Сосын немесе сілтемені бере қоюға болады. Платныйында ғана бұл. Сілтемені аламыз, копировать етіп. Аламызда о чем этот сайт дейміз? Сайт. О чем этот сайт дейсің? Сұмдық бұл. Зерттейді, сілтемеге кіреді де, сайтты қарап, мындай жөнінде сайт болды. Ана сайттың ішін Мың адам көмекшің бар сияқты да үшін. Иә, 1000 көмекшің несін. Хоть медицина саласында, хоть тіл саласында, кез келген тақырыпта. әдебиет саласында.